Әлемде құпия қорғалған жерлер бар. Ол жерлердің кейбіреуіне атақты жұлдыздардың өзі қиналып кірсе, кейбіріне тіпті кіргізбейді. Біз теледидардан көріп жүрген атақты ғимараттардың өзі әлемнің құпия жері болуы мүмкін. Сонымен бүгін мен топ-5 әлемдегі құпия жерлер туралы айтатын боламын. Тяньцю ұлттық қорғау музейі, Қытай. Онда Қытай тыңшыларының шын экспонаттарын көруге болады, бірақ ол жаққа жол жабық, егер де сіз Қытай болмасаңыз. Өйткені Қытай басшылығы бұл жерге өзге мемлекет адамдарын кіргізуге қарсы. Форт Нокс. Бұл жерде ақш мемлекетінің алтын қорының көп мөлшері сақталуда. Кентукки штатында орналасқан. Күшті қаруланған әскер осы жерді күндіз-түні күзетеді. Сырты гранит тасымен қапталған. Алтын қоймаға кірер жерде 11 тонналық есік бар. Ал ол есіктің кодын 10 адамға беріп қойған. Тек осы 10 адам өздерінің кодтарын бірінен соң бірі қосу арқылы ғана есік ашылады. Таймс Сквер. Бұл жер өздеріңіз білетіндей ең көп турист келетін жерлер бойынша екінші орында. Бірақ көп туристер осы бір ғимараттың сырты болмаса, іші бос екенін біле бермейді. Ең бірінші бұл жер Таймс газетінің ғимараты болған. Біршама жылдардан кейін олар басқа ғимаратқа ауысып кеткен. Таймс Сквердің соңғы басшылары 1992 жылы банкрот болып, Леман ағайындыларына осы бір ғимаратты сатып жіберген. Ал Лемандар болса, бұл ғимаратты жарнама қою үшін пайдаланған, ал үшін пайдаланбаған. Осы бір ғимаратта бір жылға жарнама алу $1 миллион басталады. Сырты әдемі сәулеттенген болса да, іші бос тұрған бөлмелер. Рашмор тауындағы құпия бөлме. Алғашында осы бір ескерткіштің архитекторы Гудсон Борган осы бір ескерткіштің жанына құпия бөлме ашуды ұсынған. Бірақ құпия бөлме 1998 жылы ғана ашылды. Ал осы бір құпия бөлмеде тәуелсіздік декларациясы сияқты ақш-тың құнды құжаттар көшірмесі сақталған. Empire State Building'дегі құпия қабат. Көбісі Empire State Building'де 102 қабат бар деп ойлайды. Тіпті New York Times'та да солай жазылған. Ал шынында Empire State Building'дің құпия 103 қабаты бар. Ал мұнда кез келгені көтеріле алмайды. Тек қана атақты жұлдыз немесе ақшаны тасыған бай болсаңыз ғана кіргізеді. 103 қабатқа 102 қабаттағы тығылып қойылған баспалдақ арқылы көтеріледі. Достар, видеоның соңына да келдік. Арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікірлеріңді комментарийға жазып кетіңдер. Мен қарапайым қазақ, сау болыңыздар.